Сәлеметсіздер ме, қадірлі оқырмандарым? Бүгін сіздерге жүректі қысып, жанды ауыртатын бір оқиғаны әкелдім. Бұл біздің жадымыз туралы, соғыс жылдарының ауырлығы туралы. Ең бастысы, балаларын аман алып қалу үшін аналардың кейде қандай сұмдық құн төлегені туралы әңгіме. Бұл оқиғада Айсұлу есімді жас ана көзлеспес тәуекелге барады. Балаларын үйде жалғыз қалдырып, соңғы алтын сырғасын бір уыс ұнға айырбастау үшін қалаға жолға шығады. Бірақ ол бұл сапардың 3 күнге созылып кететінін, әрі соңы орны толмас қайғыға айналарын білмеді. Әңгімені бастамас бұрын сіздерден сұрайын. Сол аштық жайлаған жылдары сіз Айсұлудың орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Баласын құтқармақ болып жүріп, ең қымбатын жоғалтқан ананы кінәлауға бола ма? Балаларды әл-дәрмені жоқ кемпірге аманаттап кетуі дұрыс болды ма? Пікірлеріңізді міндетті түрде жазыңыздар. Сіздердің ойларыңыз өте маңызды. Себебі, әр қазақтың шаңырағында соғыс жылдарына қатысты ұқсас естеліктер бар. Бұл әңгімені жай ғана тыңдамай, жүрекпен сезініңіз. Өйткені өмір бәрібір жалғасады. 1941 жылы жау әскерлері ауылды басып өтіп, бір сәтке де тоқтамай өтті. Олар әр үйдің ауласына кіріп, тауық қазын, қозысын тартып алып, ар қарай жүре беретін. Ал қарсы шыққандарды еш аяусыз сол жерде атып тастайтын. Жаудың өшпенділігі ерекше қатал еді. Өйткені бұл ауылдың аты да бір заманда көсемнің атымен аталған, Ленинск деп аталып кетіпті. Сол бір күннің ертеңінде ғана ауыл сыртындағы қорым бірден көбейді. 20-ға жуық жаңа мола пайда болды. Ал ауылдың өзі тым шағын еді. Бар болғаны 50 шақты адам, қарттар, әйелдер және шиеттей балалар. Барлық ауылдар сияқты. Айсұлудың да үйіне келді, бір ешкісін алып кетті. Ал тауықтарын ол бір амалын тауып, қораның бір жеріне жасырып үлгерген. Бірақ одан не пайда? Кейін бәрібір өздері аштықтан біртіндеп сойып жеді. Ал жалғыз сиыры 1942 жылдың қақаған қысында қырылды. Оған жем де, шөп те табылмады. Айсұлудың отбасынан сол жылдары ешкімді жерлеуге тура келмеген. Өзі аман қалды. 2 баласы да тірі еді. Тіпті көрші кемпір Әзиза апа да өз ауласындағы бір қойдың ұрлануына қарсы шыға алмады. Әлі жоқ, қуат жоқ. Бірақ ауылдағы Лұқия деген келіншекті 2 ұлмен бірге фашистер атып кетті. Себебі олар бағынбады. Лұқияның үлкен ұлы Ғалымжан «Кимеңдер!» деп айғайлап ұмтылғанда сол жерде атылды. Ал кіші ұлы да жаудың бір солдатына жармасып, анасы жаны шыра шыңғырып еді. Екеуін де көздерін ашып жұмғанша жер құштырды. Оларды жерлейтін адам да табылмады. Сол күйі аулада жата берді. Қорқынышты еді. Бірақ Айсұлу жүрегін тас қылып, оларды өзі жерледі. 1943 жылдың көктемі ауылға мұздай суық әрі үнсіз келді. Аштықпен бірге келді. Ол аштық адамдарды жаудан да қатты қажытты. Қамбалар бос, жертөлелер қаңырап қалған. Қоралар қараң-құраң боп, іші қап-қарара қуысқа айналған. Қақпалар ашық. Ешкімде оны жабатын күште жоқ. Айсұлу небәрі 25 жаста еді. Бірақ ол жас әйел емес, кемпір секілді көрінетін. Көздері шаршаған, ұйқы көрмеген, аштықтан қарайып кеткен. Ол өз балаларын қарап отырды. 5 жастағы қызы Динара, 2 жастағы ұлы Алмас. Алмас соғыс басталған күні дүниеге келген еді. Айсұлу күн сайын олардың жүдеп бара жатқанын көріп, өлімнің өздеріне де біртіндеп жақындап келе жатқанын сезді. Күйеуін соғыс 1941 жылы алып кеткен. Үйде бірақ хат пен қара қағаз ғана қалған. Ол қағаз сандық ішінде ауыр тас секілді жатып, Айсұлудың жүрегін күн сайын езетін. Бір таңертең Айсұлу саусақтарымен алтын сырғасын ұстап отырды. Әр сызығын, әр иінін сипап, жанымен қоштасып отырғандай болды. Сосын қызына бәсең дауыспен: «Динара, мен қалаға барам. Осы сырғаны ұнға, болмаса тарға айырбастаймын. Не берсе, соны алам», деді. Ол басын төмен түсіріп, бір сәт үнсіз қалды. Ішінде қалған бар күшін жинап, осы қадамға баруға дайындалып тұрғандай. Динараға анасы кетсе, қайта оралмайтындай көрінді. Бірақ Айсұлу балаларын құшағына қысып,
Мен жоқта бауырына қараш. Уәде бер, деп сыбырлады. Жолға шығар алдында Айсұлу көрші үйдегі қарт кемпір Әзиза апаның үйіне әрең жетті. Кемпір төсекте жатыр, әлсіреп қалған. Бетінде әжім өмірдің өзінен де терең. Дауысы да бәсең, әрең естіледі. Қайдағы көмек менен, Айсұлу-ау? Күш жоқ. Қашан ботқа асқанымды да ұмытыппын, деді кемпір. Айсұлу жалынып сөйледі. Ештеңе етпейді, апа. Тек балаларға бір көз қиығыңызды салсаңыз болды. Мен тыныш болам. Жалғыз емес сияқты. Білсеңіз болды, мен жоқпын. Кешке дейін қайтып келемін. Бәлкім, бір шөкім ұн алып келермін. Кемпір көзін жұмып, ақырын ғана басын изеді. Бар, қарағым. Құдай жар болсын. Күтеміз, қалай болса да. Осылайша Айсұлу бос жолмен алға жүрді. Аяғы әрең қозғалады. Аштық ішін тіліп барады. Кейде көз алдына күйеу елестейтін. Тірі секілді, жанында келе жатқандай. Шыда, Айсұлу, деп сыбырлағандай. Бірде ол сүрініп кетті. Сол сәтте күйеуінің елесі де ғайып болды. Жол қайтадан қаңырап, бос қалды. Қалаға жеткенде Айсұлу тіпті аяғынан тұра алмай қалды. Базар маңынан шыққан нанның иісі оның жанын күйдіріп жіберді. Көз алды қараутып, ол алдымен бір тасқаға отыра кетті. Сосын жерге сырғып түсті. Одан кейін бәрі айналып, қара түнекке жұтылып кетті. Айсұлу көзін бірден ашып жіберді. Біреу түртіп оятқандай болды. Құлағына әлдекімнің ыңырсығаны, жөтелгені, ауыр дем алғаны естілді. Қасында бір кәрі әже жатыр екен. Сүйегі ғана қалған. Көкірегі сырылдап, ескі темір төсекте әрең қозғалып, анда-санда күңкілдеп қояды. Айсұлудың басы қақ айырылып барады. Тамақ құрғап кеткен. Мұрынға дәрінің өткір иісі ұрды. Сол иіс оған бұл түс емес екенін, бұл шындық екенін бірден ұқтырды. Алғашында ол қайда жатқанын түсінбей, үрейленіп жан-жағына қарады. Көзін ашып жұмғанша есіне түсті. Қала, базар, нанның иісі, қарауыту. Бәрі басында араласып айналып тұрғандай. Сосын кенет миын тіліп өткен бір-ақ сөз болды. Балалар. Балалар. Деді ол дауыстап, бірақ дауысы жөтелге ұласып, үзіліп бітті. Сосын қасындағы кәрі әжеге бұрылып, «Бүгін нешесі?» деп сұрады. Әже қарлаңқы дауыспен, «16-сы», деді. Айсұлудың денесі мұздап кетті. Сүйегіне дейін суық өтті. 3 күн өтіп кетіпті. 3 күн бұрын ол үйден шыққан. Балаларын тастап кеткен. Ал өзі осы 3 күн бойы ес-түссіз жатқан. Көз алдына ауыл елестеді. Қаңыраған үйлер, аш балалар, Әзиза апа және қорқыныш. Қорқыныш жүрегін қысып дем алдырмады. Анасы кеткен соң Динара інісін құшағына қысып отырды. Алмас қалтырап, «Апа, тамақ», деп сыбырлап жылай берді. Динараның өзі де әлсіреп қалған еді. Аштықтан қол аяғы дірілдеп, сүйегі шығып тұр. Бірақ ол өзін мықты көрсеткісі келді. «Сабыр ет, Алмас. Мама қазір келеді. Мама алып келеді. Аз қалды», деді. Дауысы дірілдеді. Бірақ Алмас үлкен көздерін көтеріп, басын изегендей болды. Сенгендей болды. Әзиза апа болса төсек үстінен көп тұрмады. Тек анда-санда ымырсып, демін алып, көзін ашып, қайта жұматын. Орнынан тұрып, аулаға шығуға да шамасы жоқ еді. Аяққа күш жоқ. Аштық кәрі адамның сүйегін құратып жіберген. Кешке қарай анасы келмеді. Динара үйдегі қалған бар көрпе жастықты жинап, Алмасты құшағына қысып, екеуін бүркеп жатты. Інісінің кішкентай денесі тым жеңіл еді. Өте әлсіз. Бірақ Динара оны барынша қатты қысып, жылтуға тырысты. Түн ішінде Динара шошып оянды. Өйткені қатты тоңып кеткен. Ал бұл суық үйден емес еді. Суық оның құшағындағы Алмастан шықты. Інісі мұздай болып кетіпті. Қол аяғы суық. Тынысы білінбейді. Динара бірден түсінбеді. Оны қаттырақ орап, жылтуға тырысты. «Алмас, тоңба, мама келеді», деп сыбырлады. Бірақ Алмас үн қатпады. Таң ата. Ол мүлде оянбады. Айсұлу ауруханада жатқанда құлағын ұстап көрді. Сол сәтте-ақ жүрегі зу ете қалды. Сырға жоқ.
Екі құлағында да ештеңе жоқ. Қалтасын тінтті. Ескі күпісінің қалтасы да бос. Алтын да жоқ, ұн да жоқ, тары да жоқ. Ештеңе жоқ. Бар үмітімен алып шыққан соңғы байлығы да жоқ боп кеткен. Ол қалаға бос келді, бос қайтпақ. Үйге қайтуы да оңай болмады. Бір жерде оны біреу арбаға отырғызып апарып тастады. Үндемеді, ештеңе сұрамады. Тек оған жартылай өлі адамға қарағандай қарап қойды. Бір жерде қайтадан өзі жаяу жүрді. Жол бойындағы қайындарға сүйеніп, тоқтап дем алды. Бірақ әлсіздік демалғанмен кетпейді екен. Кейде оған тағы да күйеу көрінетін. Әлихан тірі сияқты. Алдында жүріп бара жатқандай, жол көрсеткендей, асықтырғандай. Шыда, аз қалды дегендей. Ауыл жақындаған сайын жүрегі қаттырақ соқты. Әр қадам ауырлады. Ол жаман ойды қуып тастауға тырысты. Өзін өзі жұбатты. Тірі. Күтіп отыр. Мен уәде бердім ғой, деді сыбырлап. Бірінші үйлер көрінгенде жүрегі сонша қатты соқты, қынысы тарылды. Аулаға кіргенде тым тыныш болды. Бала дауысы жоқ, қимыл жоқ, еш дыбыс жоқ. Үйдің есігі жабық, бірақ құлыпталмаған. Айсұлу табалдырықтан аттамай тұрып-ақ дауыстады. Динара, мен келдім, үйдемін. Жауап болмады. Үйдің ішінен суық иіс шықты. Өлімнің иісі. Айсұлу ішке кіріп бірден көрді. Алмас тым тыныш жатыр. Өте кішкентай, тым жүдеп кеткен. Денесі құрап қалған, сүйегі ғана. Ол жыламады, айқайламады, тыныс алмады. Айсұлу бірден айқайлаған жоқ. Алдымен қатып қалды. Сосын ішіндегі бәрі үнсіздікке айналды. Ал содан кейін ғана жан дауысы шықты. Жараланған ан сияқты өкіріп жіберді. Балам, алмасым, деп айқайлады. Тізерлеп отырып баласын құшағына басты. Бірақ денесі суық еді. Бөтен еді. Үйдің бір бұрышында Динара отыр екен. Тірі, бірақ тым тыныш, тым ересек, тым қатқан. Ол анасына үлкен құрғақ көздерімен қарап отырды. Жыламады. Сосын ғана сыбырлап, анашым, деді. Айсұлу баласына бұрылды. Динара даусын зорға шығарды. Мен күттім. Мен оған сен келесін деп айттым. Бірақ ол бәрібір өлді. Түнде. Айсұлу қызын құшағына алды. Екеуі де қалтырады. Бірақ көз жасы шықпады. Өйткені көз жасы да таусылып қалған еді. Әзиза апаның үйіне Айсұлу тек келесі күні ғана кірді. Кемпір төсекте жатыр. Түп түзу болып созылып қалған. Беті қатып қалған. Ұйықтап жаққандай. Бірақ дем жоқ еді. Ол да кеткен. Арада 20 жылға жуық уақыт өтті. Динара өсіп, бой жетіп, тұрмысқа шықты. Ол еңбекқор әйел болды. Ел сыйлаған. Жұрт мығым, сенімді, салмақты дейтін әйелге айналды. Ал анасы Айсұлу ерте қайтыс болды. Қартайып өлмеді. Өмірі соғыстақ үзіліп қалғандай еді. Ал одан кейінгі өмірі ұзақ жаңғырық қана болды. Динараның баласы болмады. Дәрігерлер тек иық көтерді. Денсаулығыңыз дұрыс. Еш себеп көріп тұрған жоқпыз. Күте тұрмыз, дей берді. Динара күтті. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл. Бірақ күту тек ішіндегі ауыр бос кеңістікті ғана үлкейтті. Кешкісін ол керезе алдында отыратын. Көрші үйлерден шыққан сәбилердің жылағанын тыңдайтын. Әйелдердің бесік жырын ыңылдап айтқанын еститін. Ал өзі сырт көзге бәрібір сияқты көрінуге тырысатын. Шаршадым, басым ауырып тұр, дейтін. Бір күні таныстарының бірі сыбырлап айтқандай болды. Сен, Көкшетау жақта бір ауыл бар, Қаракөл деген. Сол жерде бір емші кемпір бар дейді. Есімі Елизавета емес, бізде Зере апа дейді. Адамдаға көмектеседі екен. Динара бірден сөзін бөлді. Қойындаршы, ол бос нәрсе, суеверие. Мен ондайға сенбеймін. Ол комсомолдың тәрбиесін көрген, ғылымға сенетін, еңбекке сенетін әйел еді. Оған емші кемпір дегеннің өзі қорлық сияқты көрінетін. Тағы 1 жыл өтті. Тағы 1 жыл. Ештеңе өзгермеді. Бір күні кешке үй іші әдеттегідей тым-тырыс отырғанда, күйеуі Ержан
ұзақ үнсіз қалды. Қолында темекісін айналдырып отырды, бірақ тұтатпады. Сосын көзін көтермей, «Динара, мүмкін бәрібір барып көрерміз. Кек, байқап көрейікші», деді. Ол мұны кешірім сұрағандай айтты. Динара бірден жауап бермеді. Жаңа ғана үтіктеген көйлегін жинап, ұзақ уақыт матасын алақанмен тегістеп тұрды. Сосын жай ғана: «Білмеймін, Ержан. Мен тек ойлап отырмын. Бұдан жаман болмайды ғой». Динара оның көзіне қарады. Көзінде ашу да жоқ, күлкі де жоқ. Тек шаршау бар еді. «Сен соған сенесің бе?» деді ол. Ержан иығын көтерді. «Мен саған сенем. Қалғанын тағдыр көрсетер». Олар тағы үнсіз қалды. Сыртта қараңғы түсіп келе жатты. Көшеде біреу өтті. Қақпа сарт етіп жабылды. Сол бір қарапайым дыбыстың өзінен үй ішіндегі бос тыныштық ерекше сезілді. Сол кезде Динара кенет: «Ержан, ертең Көккөлге барып қайтайықшы», деді. Ержан бәрін түсінді. Неге екенін сұрамады. Жүзі жарықтанып кетті. «Барайық, әрине барайық», деді тез. Динара басын изеді. Сырттай қарасаң, жай серуенге шыққалы тұрғандай. Бірақ шын мәнінде, дәл сол сәтте олардың өмірінде үлкен шешім қабылданған еді. Зере апа тұрған ауыл дәл сол Көккөлдің жағасында еді. Таңертең олар ерте шықты. Жол даланың арасымен созылып жатты. Көктемнің ауасы мөлдір, тап-таза. Сол сәтте адамға бәрін қайта бастауға болатындай көрінеді. Ержан үнсіз отырды. Кейде Динараға қарап қоятын. Ал Динара терезеге қарап, жүрегі тым жылдам соғып тұрғанын сезді. Ақылы түсінбесе де, жүрегі бір нәрсені сезетіндей. Көккөл бірден ашылып шықты. Кең, тынық, суы айнадай, аспан суға түсіп тұрғандай. Бұл жердің тыныштығы баспайды, керісінше құшағын алғандай. «Шомылып алайық па?» деді Ержан жай ғана. Динара басын изеді. Су мұздай еді. Тіпті күйдіріп жіберетіндей. Динара суға кіргенде тынысы тарылды. Дене жиырылып қалды. Бірақ біраздан кейін бір ғажайып жеңілдік сезілді. Су тек шашауды емес, ішіндегі бір ауыр нәрсені де жуып жатқандай болды. Ол басын суға толық батырып, бір сәтке жоғалып кетті. Сол сәтте ой да жоқ еді, сөз де жоқ, естелік те жоқ. Судан шыққанда ол ұзақ тұрып қалды. Денесі қалтырады, бірақ ішіндегі тыныштық күшейе түсті. Содан кейін олар ауылға қарай жүрді. Зере апаның үйі ауылдың шетінде тұрды. Өзі де бөлек тұрғандай. Кемпір кішкентай, арық сүйектеді. Көзі өткір, қарасы шаншып өтеді. Ол Динараға ұзақ қарап тұрды, үндемеді. Сосын ғана: «Отыр. Айтуыңның қажеті жоқ. Мен бәрін білемін. Сені күтіп жүрмін», деді. Динара шошып кетті. Қарсы сөз айтқысы келді, бірақ тілі байланып қалды. Зере апа бәсең ғана жалғастырды: «Соғыс, аштық, жол. Анаң кетті. Бала қалды». Динараның өңі бозарып кетті. «Сен кішкентай едің», деді кемпір. 5 жаста. Бірақ үлкен адамнан да артық есте сақтап қалдың. Сен сол кезде мен кінәлімін деп ойлап қалдың. Содан бері соны көтеріп жүрсің». Динара қолын қатты қысып: Мен тек анамды күттім», деді. Сол кезде есіне бәрі түсті. Үйдің ішіндегі суық, тыныштық, алмастың мұздай денесі. Өзі 5 жаста. Түсінбейді. Інісін көрпеге орайды. Жылытқысы келеді. Бірақ ол бәрібір томады. Таңертең ол енді тамақ сұрамады. Көзін ашпады. Динараның көзінен жас өзінен өзі ақты. Айқайсыз. Кек ауыр, ыстық жас. Зере апа сабырмен айтты: «Сен кінәлі емессің. Бірақ сен өзімді кінәлі деп сеніп қалдың. Ал қорқыныш, ол аурудан да күшті болады. Сол қорқыныш сені ұстап тұр». Динара бетін алақанмен жауып жіберді. Ержан үнсіз ғана оны құшақтады. «Енді не істеймін?» деді Динара ақыры, дауысы тұншығып. «Босат», деді Зере апа. «Сен бала едің. Сол шындықты мойында. Өмірдің алға жүруіне рұқсат бер». «Бірақ қалай?» Зере апа біраз ойланып: «Сен мешітке бар, имамға бар. Ішіңдегі шындықты айтып бер. Ол көмектеседі», деді. Динара ішінен қысылып қалды.
Ол бұрын бұған қарсы шығатын, терістейтін. Бірақ кемпірдің дауысында көзге көрінбейтін бір шындық бар еді. Мен байқап көремін, деді Динара. Зере апа басын изеді. Қорықпа. Сен ешкімге ештеңе қарыз емессің. Намаз оқы. Тәубе қыл деп қинамайды. Тек сөйлес. Жүрегімдегі ауырды шығар. Сол жеткілікті. Динара мен Ержан Зере апаның үйінен шыққанда ауа бұрынғыдан да салқын сияқты көрінді. Бірақ Динараның ішінде бір өзгеріс бар еді. Баяғыдай ауыр тас жатқан жоқ. Орнына белгісіз бір үміт жылт еткендей болды. Олар көп сөйлемеді. Екеуі де өз ойымен әлек. Көңілде мұң сұрақ. Бірақ соның бірде-біріне сөз табылмайтын. Кешке қарай олар қалаға қайтты. Үйге келген соң Динара ұзақ уақыт терезе алдында отырды. Сыртта көше шамдары жылтырап, алыстан ит үргені естілді. Бірақ ол дыбыстар бұрынғыдай жүйкесін тоздырмайтын. Керісінше, өмірдің бар екенін білдіріп тұрғандай. Түнде ол алғаш рет тыныш ұйықтады. Ертесінде Динара көп ойланбады. Өйткені ұзақ ойлана берсе, қайтадан райынан қайтып кететінін білді. Ержан да үндемеді. Тек сырт киімін алып қасынан шықты. Олар мешітке жақындағанда Динараның жүрегі кеудесіне сыймай соқты. Бұл қорқыныш емес еді. Ұятқа ұқсайтын бір сезім. Мен мұнда неге келдім? Деген ой жаным қарып өтті. Бірақ кері бұрылмады. Мешіт іші салқын әрі кең еді. Қабырғада ілулі шамдар жұмсақ жарық беріп тұр. Іштен балауыздың емес, таза, хош иістің лебі сезілді. Біреулер дұға жасап отыр. Біреулер үнсіз ғана орындыққа сүйеніп, терең ойға батыпты. Осы тыныштық Динараның ішін біртіндеп босатқандай болды. Олар имамды бірден көрді. Орта жастағы, жүзі жылы, дауысы сабырлы адам екен. Ол бір ақша сақалмен сөйлесіп тұрды. Қаталдық байқалмайды. Өзін биік ұстамайды. Көзқарасында түсіну бар. Динара тоқтап қалды. Ержан оның шынтағына ақырын ғана қолын тигізіп алға жетелемеді. Тек қасындамын дегендей белгі берді. Динара өзі барып, «Ассалаумағалейкум. Маған сізбен сөйлесу керек еді», деді. Имам басын изеп, «Уағалейкум ассалам. Келіңіз, отырыңыз. Айта беріңіз», деді. Олар оңаша жерге жайғасты. Динара бірден қорғанғандай болып, «Мен сізге бірден айтайын. Мен Құдайға сенбеймін», деді. Имам таңданбады. Жымиып та қойған жоқ. Кек байсалды түрде. «Мен сізден оны сұраған жоқпын. Сіз не мазалап тұрғанын айтыңыз», деді. Осы сөз Динараның жүрегін жұмсартып жіберді. Содан кейін ішіндегі түйін тарқап, сөз өздігінен ақтарыла бастады. Алғашында жай ғана, кейін үздік создық. Сосын бірінің үстіне бірі иіліп. Ол баласыз өткен жылдарын айтты. Дәрігерлердің бәрі дұрыс деген сөздерін айтты. Үйдің ішіндегі тыныштықтың қалай жанын қажытатынын жеткізді. Содан соң бір сәт үнсіз қалды. Және ең соңында соғыс туралы айтып кетті. Анасы туралы, інісі туралы. Өзі 5 жасында аштықтан қалжырап, қорыққан күйде бауырын құшақтап жатқанын баяндады. Даусы дірілдеп, тамағы түйілді. Көз жасы тоқтаусыз ақты. Бұрын ешкімнің алдында бұлай жыламаған. Өзіне де рұқсат бермеген. Имам үнсіз тыңдады. Бөлмеді, асықтырмады. Динара тоқтаған кезде ғана ол жайлап сөйледі. «Қызым, бала күніңізде сіздің қолыңыздан ештеңе келмеген. Ол сіздің кінәңіз емес. 5 жастағы баладан үлкен адамға тән күш сұрауға болмайды». Динара көзін сүртіп, «Мен өзімді кінәлаған жоқпын. Тіпті ұмытып кеттім. Мен ол туралы ойламадым», деді, қасарысқандай. Имам ұзақ қарап отырды. Сосын өте жұмсақ дауыспен, «Егер ұмытқан болсаңыз, дәл қазір бұлай жыламас едіңіз. Жан дүниеміз оны жасырып келген. Бүгін сол жара қайта ашылды. Бірақ бұл жаман емес. Бұл жазылудың басы». Динараның ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Бірақ ол ауырсыну емес еді. Көп жылдан бері қысылып тұрған түйіннің босап кетуі сияқты сезілді. Ол енді басқа түрге жылады. Қорқынышпен емес, жеңілдеп. Имам біраз үнсіз отырып қалды. Сосын сөзін жалғастырды. «Соғыс қаншама ер азаматты алып кетті. Сол ұрпақтың орны толсын деп
Алла әйелге аналық қуат берген. Ал сіз жүрегімізді кінә сезіммен жауып тастағансыз. Мен қалай босатамын, деді Динара. Имам жай ғана айтты. Сіз өзіңізді кешіріңіз. Бала болғаныңызды мойындаңыз. Жаратқаннан көмек сұраңыз. Бұл әлсіздік емес, бұл адамдық. Ол Динараға бір дұға үйретті. Ұзақ емес, қарапайым, бірақ мағынасы терең. Сосын, көңілімізді жабық ұстамаңыз, балаға жол беріңіз, үмітті өлтірмеңіз, деді. Олар мешіттен шыққанда күн еңкейіп қалған еді. Жол сол баяғы жол болатын. Алайда Динара өзін өзгеше сезінді. Бұрынғыдай іштен бірдеңе қыспайды. Қатты ауырлық жоқ. Ержан үнсіз ғана жанында жүрді. Динара оның қолын қысып қойды. Бұл сөз емес еді, бірақ рахмет деген мағына болатын. Үйге жақындағанда Динара кенет орындыққа отырып қалды. Сосын қайтадан жылады. Бірақ бұл жолғы жас басқа еді. Күйзеліс емес, тазару еді. Ұзақ уақыт бойы іште тұнған мұң сыртқа шығып жатқандай болды. Ержан оны жұбатпады, тек қасында отырды. Өйткені дәл қазір оған сөз емес, тыныштық керек екенін түсінді. Ертеңіне Динара қорымға барды. Анасының және бауырының басына ұзақ қарап тұрды. Ештеңе айтпады. Сосын ғана бәсең үнмен: «Анашым, Алмас, мен келдім», деді. Осы сөзді айтқан кезде жүрегінде бұрынғыдай шаншу сезілмеді. Керісінше, әлдебір тыныштық пайда болды. Сол тыныштық оған сені естіді дегендей әсер қалдырды. Динара жерге отыра кетті. Қолын топыраққа тигізіп, көзін жұмды. Сол сәтте қасында кенет бала күлкісі шықты. Динара селк етті. Жолмен 4 жас шамасындағы бір бала жүгіріп келе жатыр екен. Оның артынан жас әйел: «Алмасжан, мұнда болмайды», деп шақырып келеді. Бала сүрініп құлады. Тайта тұрды да күліп жүгірісін жалғастырды. Тірі, жылы, ширақ. Динара сол көрініске ұзақ қарап қалды. Және бір нәрсені түсінді. Өмір соғыста тоқтап қалмаған. Ол бәрібір алға жүрген. Бір үйден екінші үйге. Бір тағдырдан басқа тағдырға. Қайғыны айналып өтпей, оның ішінен өтіп. Сонда да жалғасқан. Осыдан кейін Динараның жүрегі кеңгендей болды. Кеудесі ашылып, терең тыныс алды. Және алғаш рет дем алғаны ауыртпады. Арада бірнеше ай өткенде Динара бір таңертең өзін өзгеше сезінді. Әдеттегідей емес. Денесі де, көңілі де бөлек. Сол кезде ол түсінді. Ол жүктеді. Көп ұзамай тағы. Өмір оның есігін қайта қақты. Бұл жолы Динара оны қорықпай ашты. Динара әр баласын әртүрлі сезіммен дүниеге әкелді. Бірін жеңіл көтерді, бірін қиын көтерді. Кейде шаршады. Кейде түнде ұйқы көрмеді. Кейде үнсіз отырып жылады. Бірақ ол жас бұрынғыдай қаралы емес еді. Ол аналық мейірімнің жасы болатын. Ол әр түн сайын балаларының жылы денесін бауырына басқанда бір нәрсені анық білді. Ол енді қорықпайды. Динара мен Ержанның шаңырағында 8 бала дүниеге келді. Әр қайсысы соғысқа жауап емес. Аштыққа қарғыс емес. Өлімге қарсы айқай емес. Әр қайсысы өмірдің өзі еді. Қадірлі оқырмандарым, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен Ғұмыр YouTube арнасы. Шын жүректен осы бейнедегі әңгімені ұсындым. Осындай тағдырларды тыңдағанда жүрек қалай ғана ауырмайды. Өйткені әр шаңырақтың жадында бір Динараның ізі бар. Бір Айсұлудың көз жасы бар. Соғыс қасіретін арқалап, аштықтың азабын көріп, жүрегіне үнсіз кінә байлап, өмірден өзі де байқамай алыстап кеткен жандар аз емес. Ал сіз қалай ойлайсыз? Жылдар өтсе де жазылмаған жара, іште тұнған сыр, кешірілмеген өкініш бүгінгі тыныш өмірге көлеңке түсіре ала ма? Ойыңызды пікірге қалдырыңыз. Бір-бірімізге демеу болып, жылы сөзбен қолдау білдірейік. Алла әр отбасыға береке нәсіп етсін. Дастархандарыңызда ырыс молайсын. Үйіріңізде сәби күлкісі үзілмесін. Қайғы қасірет табалдырығыңыздан аттамасын. Жүректеріңіз мейірімге, кешірімге толсын. Сіздерге және ұрпақтарыңызға ұзақ ғұмыр, амандық тілеймін. Әмин.